Мен саған қанша мәрте айттым, Арман, планшетке тиіспеген керек еді. Ол менің жұмыс жобам. Сен түсінесің бе? Осы 3 күндік еңбектерімді жұмысын қайтып қалпына келтіру үшін таңға дейін отыруым керекпін. Мен өшірген жоқпын. Тек сіздің қалай істейтініңізді көргім келді. Біртүрлі папка тұрды. Соң қате басып қойдым. Неге сіздер әрқашан мен бәрін құртады деп ойлайсыздар? Өйткені сен үнемі бүлдірсің, Арман. Сен әлі кішкентайсың. Уақыттың қаншалықты құнды екенін түсінбейсің. Ал енді сен айт, рецепті қайда тұрғанын көрдің бе? Әлде қате басқан файлдан болсын, соны есіңе түсір. Есімде жоқ. Мен жайма қалдыр. Бұл мүлде әдет, сенде бәрі бар. Ал менде сен планшетіңе қараудың өзіне құқым жоқ. Тоқта, Арман. Бері қараш. Сержан, бізге 1 минут уақыт берші, я? Арман, мені тыңдаш. Бұл болып атқан жағдай жағымсыз, я? Сен өпкелеме, бауырыңа қапа болма, бұл әлемнің соңы емес. Сен Сержанның қаншалықты тырысып жүретінін білесің. Сен жаман емессің, бірақ өз қызығушылықтарың үшін жауап бере білу керексің. Енді асықпай есіңе түсір. Қандай папка еді, түсі қандай еді, қай жерде тұр, қалай өшіріп алдың. Сол планшеттен табылса, сомен өз бауырыңа да көмектесе аласың.